Құрметті тыңдаушылар, Арман Жусанбайдың «Қасапшының көз жасы» атты детективті шығармасын тыңдаңыздар. Түн болса төбесін зіл батпан әлдене басқандай кірпік айқастыра алмайтын күйге жетті. Әруақ, деп атам заманда бақилық болған бабаларының рухына сыйынып та көрген. Қолды сілтеп кетіп қалу керек шығар. Делқұлға ұқсап мәңгіріп қалатын жағдайға дейін жеттік. Қабылжан орнынан сүйретіле тұрып әйелінің даярлаған шайына мойын бұрмастан ас бөлмедегі тартпадан мал жайғайтын кездікті алып қайрай бастады. Ауылдағы ең шеткері Жаппардың үйіне келгенде есік алдына байлап қойған қаракер бие мұны танығандай осқырына қараған. «Мұх, жануар, пәтшағар семіз-ақ екен», деп жылқының аяқтарына шалма тастады. Көмекшісі ақсақ Жәнәділ қомпаңдап жүргенімен бірдеңе бітіріп жүргені шамалы еді. Тарт десе тартады, тұр десе тұрады. Бірақ мал терісін жылдам реп жіліктеуге төселіп қалған. Ілкімде істің көзін тауып, тыйым құрап байып алған қожайын Жаппар: «Бүгінге 2 жылқы сойып тынығыңдар, сойысқа 5 келіден ет аласыңдар», деп суыт қалаға жүріп кетті. Ол қалаға текке барып жүрген жоқ. Сондағы мейрамхана мен асхана иелерімен келісіп, ет өткізіп жүргенін бұлар біледі. Қабылжан қаракер бие мен бір жабағыны жайғап тастап, жіліктеп болған соң, қожайынның қатыны Зораға табыстап, тиесілі нәпақыларын арқалап үйлеріне қайтқан. Ет пісірім уақытта бір жылқыны сойып тастайтын Қабылжан енді өзінің қолын жазықсыз мал қанына жуып қалжырап жүргенін сезді. Кейінгі уақытта қабағынан қар жауған күйеуінің жүзіне тура қарамастан көңіл күйін сезген Әсемгүл де ләм деп жағышпады. Шаршаған болар дегенге сүйенген. Қабылжан ас суын жөпілдемей асығыс ішіп, үн-түнсіз төргі бөлмеге өтіп төсекке сұлай кетті. Келесі күні қожалық иесі Жаппар үйіне өзі іздеп келіп таудағы малшылардан 5-6 жылқы әкелуге бірге баратынын ескерткен. Бұл аса құлықты болмаса да үнсіз келісті. Атаспас шатқалында жусап жатқан жылқыларды қайыра қуып сай табанындағы қораға әкеп қамағанша түс ауып кетті. Еркін жүріп кекіл жалдарын даланың сумақай желі тарап, тыңайып тойынған жылқыларды әупірімдеп жүріп, бір-бірлеп шалмалап жетекке алған. Етекке түскен соң дайын тұрған қамазға тиеп, 5 жылқыны Сарғалдаққа қарай алып жөнелді. Жаппар жік-жапар болып Қабылжанды асықтырып 5 жылқының етін үлкен қаладан тапсырыс берген бизнесмен танысына жібермек пиғылмен 2 күнде сойып тастаңдар деп бұйырған. Қабылжанның өзі де пышағы да жаланып тұр. Көңіл соқса атан түйені жалғыз жәукемдеуге бар. Айтқан мерзімде 5 жылқыны жайратып, ту талақайын шығарды. Жанындағы Жәнәділдің арақ сасып жүргені жүрегін лобытқаны болмаса, істің оң солына бірдей ыңғай білетін ол көңілінен шыққан. Бүгін бір жырғап қалды бұлар. 15 келіден ет арқалап Әсемгүлдің алдына тастаған. Шиеттей балалардың аузы малжаңдап, өзі де сорпасы ішіп қалысты. Түн жарымында ұйқыдан оянып түзге шыққан Қабылжан қарауытқан түнгі аспанға қарады. Ай бетін қою алашұбар бұлттар қымтап, көңілсіз күйге түсіріп тұр. Қораның шодырая шығып тұрған бел ағашына қадап кеткен кездігін ұмытқан жерінен суырып алып, өткір жүзін сипалап ұзақ тұрды. Таң ата, қалың ұйқыдағы ауыл айқай шудан сілкініп қозғала бастаған. Таң алагеуімде Жаппар үйінің маңайында ойбайлаған, бақырған әлдекімдердің дауысы Сарғалдақтың оң шеті мен бұ шетін шарлап кетті. Ары-бері жүгірген жұрт, полиция көлігі де қызыл-жасыл шамдары жарқырата келіп үлгерген. Көзін тырмалай ашқан Қабылжан да суыт солай беттеген. Жаппардың даңғарадай үйінің сыртқы есігі, дарбазасы шалқайып, астан-кестеңі шыққан. Есік алдында дөңкиіп біреу жатыр. Сонау адайда шашы жалбырап Зора ұзыннан сұлаған. Бір сұмдықтың болғаны анық. Қан көрсе қобалжымайтын Қабылжан неге екені аса селт еткен жоқ. Тек жүрегі қатты соғып кетті. Аумақтық учаскелік уәкіл үй маңайына ешкімді жолатпай шырпыр болып жүр. Көп ұзамай мәйіттер жатқан жерлер бейнефотоға түсіріліп, сәлден соң арнайы көлікке тиеліп жатты. Ойпырмай, сұмдық қой бұл.
Түнде болған екен, екеуінде бауыздап кетіпті. Не болып барады, Аллам сақтай көр, деген қоңсы отырған қажым қарттың дауысын жазбай таныған. Қабылжан біразға дейін өз-өзіне келе алмай мәңгіріп тұрды. Ауданнан келген із кесушілер маңайды жеті шарлап сүт пісірім уақыттан соң көше бойындағы арықтан қанға боялған суық кездік тауып алды. Оны ары-бері аударыстырып қараған тергеуші өңі бозарып тұрған Қабылжанға таяу келді. Көке, сізге не болды? Көмек қажет емес пе? Сырқаттанып тұрған жоқсыз ба? Деп тіл қатты. Өз ойынан селк еткен Қабылжан қапелімде не дерін білмей: жоқ, рахмет. Осы кісінің малдарын сойысып нәпақа тауып жүрген едім. Мұндай болады деп кім ойлаған? Деп тұтыға берді. Тергеуші қолындағы айғақ затты мұның алдына келгенде өзі қолданып жүрген үлкен кездікті жазбай таныды. Аты жөніңіз? Түсінікті. Пышақ таныс па? Иә, мен пайдаланып жүрген сойыс пышағы бұл. Қабеке, заң талабы солай. Мен сіздің саусақ таңбаларыңызды алуға тиіспін. Қарсы емессіз бе? Әрине қарсы емеспін. Ендеше анау көлікке жүріңіз. Сырттай таң-тамаша болып тұрған біраз жұрт Қабылжанға оқты көздерімен қарап қалысты. Оның ту сыртынан осы неменің лаңы болмаса нетті. Сүмірейгеннен сойқа шығады демекші, өткенде қарызға ақша бермеді деп бүлініп жүрген еді, деген қаңқу сөздер сарғалдақтың төбесімен қалқи жөнелді. Көлікке тиелген мәйіттер моргке жөнелтіліп, жұрттар үйлеріне тарай бастады. Тек Қабылжан қожайын үйінің маңынан ұзаңқырап барып, ұзақ тұрып қалды. Полиция сараптау жұмыстарын тиянақтап, үйдің есік-терезесін мөр басылған қағаздармен қоса құлыптап жөніне кетті. Учаскелік уәкілдің тірек пунктінен сүлесе оралған күйеуінің көзіне бағжия қараған Әсемгүл: күйеуім-ау, не болды? Сенің бұған қатысың қанша? Малын сойып нанын тауып жегеніңді де көп көрді ме бұлар? Деп кемсеңдей берді. Заң шеңберінде деді ғой, көреміз. Сонда заңы кім көрінгеннен көре береме жазған-ау? Деп әйелі ойбайға баса берген еді. Ол мұны қатқыл үнмен тыйып тастады. Жап аузыңды. Жамандық шақырмай, бұйырғанын көреміз. Аудандағы моргке әкелінген мәйіттер экспертизаға жіберілді. Марқұмдардың қаладағы ұл қызы, туған туыстары да сонда жүр. Суық хабар сумаңдап оларға да жеткен. Жақындары аһ ұрды. Тіпті кейбіреуі талып жатты. Соттық сараптау жұмыстары үшін біраз заттары тексеруге жеткізілген еді. Тергеуге қажетті деректер қатталып басқармаға жіберілген болатын. Қылмыс болған орында үйден ақша мен біраз құжаттар табылмады. Яғни негізгі қылмыстың мотиві көп ақшаны қолға түсіру болған. Ал Зураның өлімі кездейсоқ куәгерді артта қалдырмау үшін болған, деген болжам ақылға қонымдырақ деп өз ойын пысықтай түсті тергеуші. Қабылжан таңғы асын ішіп, үйінің ауласындағы артық ауыз заттарды жиыстырған болып жүр. Балалар мектепке жөнеліп, жары кір-қоңды жууға кіріскен еді. Есік алдына келіп тоқтаған қоңыр уазик ішінен түскен бойшаң екі жігіт осылай қарай беттеген. Ассалаумағалейкум ағасы. Әлейкуссалам. Қолын шекесіне көлегелей қараған Қабылжан мұрнының астынан міңгір еткен болды. Өткендегі кездікті танытқан осы ғой, деп танып үлгерді. Қабеке, сіз қылмыстық кодекстің 132 бабы негізінде күдікті ретінде қамауға алынасыз. Не дейді? Көпке дейін үнсіз қалған ол. Мейлі, тағдыр солай үкім етсе оғанда көндік, деп өңі сұрланған күйі қос қолын кісенге ұсына берді. Құдай-ау, не жаздық, жалғыз асыраушымды да көп көрдіңдер ме? Деп жалма-жан күйеуіне қарай жүгірген Әсемгүлге алара қараған Қабылжан: тәйт, балаларға ие бол, Құдайдың қатысы жоқ мұнда, мені ұстады болды, деп көлікке қарай жүріп берді. Жеңеше сабыр етіңіз, біз әлі тексереміз, бұл істің соңы емес. Айғақ зат пышақтан күйеуіңіздің саусақ таңбалары ғана табылды. Аң-таң қалған әйеліне көзі жұма бас изеген Қабылжан мінген көлік ауылдан ұзай берді. Тергеуші Қасымханов күдікті Қабылжан Қайнаровтың берген жауаптарында иә, жоқ дегеннен өзге тұшымды жауап ала алмады. Тек түсінгені, марқұмдар отбасында жалданып малын қайырып, соғымын сойып бергені, Жаппар өлімі орын алардан 3 күн бұрын кешкілік қарызға ақша сұрап барғанын ғана тілге тиек еткен. Сізге сұраған ақшаңызды берді ме? Жоқ. Мен 1-2 жылқы сатып алуға қомақты ақша сұрадым. Аузын қу шөппен сүртіп шығарып салды. Сонан соң түнде келіп есеп айырыстыңыз ба сонда? Жоқ.
Бөтен біреулерді байқадыңыз ба үйінен? Байқамадым. Пышақтағы саусағыңызды сіздікі ғой. Ол пышақты не үшін артқа лақтырдыңыз? Лақтырғам жоқ. Пышақты мал сойып біткен соң жазғы ас бөлмесінде қалдырғам. Бұрындары өзара бас араздықтарыңыз болып еді? Болмады дей алмаймын. Ұрыс-керіс болған ұсақ түйек қой. Сізді Жаппар мырзаның қорқыту, үркіту, ұрып-соғу сияқты әрекеттері болды ма? Жоқ. Кейде арақ ішкенде болмашы ерегіс туатын. Түсінікті. Басқа да ескі реніштер болса, есіңізге түсіріп көріңіз. Басқа бас араздығым жоқ. Тергеу ісін қасақана жалған айтып жолдан бұрсаңыз, жауапқа тартылатыныңыз есте болсын, ағасы. Тартып отырған жоқсың ба? Екеуі де еріксіз мырс етті. Тергеуші капитан Қасымхановтың бір ойы Қабылжанның ішінде бүккен құпия сыры барына шүбәсіз сенсе, екінші ойы оның шаруа иесі өліміне қатысы жоққа сайды. Әйткенмен өзіне сенімді болу үшін әйел бала шағасынан жанамалата сыр тартқанды жөн көрді. Сол түні күйеуіңіздің жаныңызда болғанына куәлік бересіз бе? Бермегенде ше, қойнымдағы байымды мен білмей қара басып па? Оның басы жастыққа тисе болды, жау келсе де қорылға басып ояна қоймайды. Ол үйге мал сойыстан соң пышағын әкелуші ме еді? Иә, әрине, өзі жанып қайрап қайта баратын. Сіз жұмыс істеп жүрсіз бе? Жоға, мен 2 баланың пособиесіне қарап отырмын. Күйеуіңіздің марқұм Жаппар Қабыловтан қарызға ақша сұрағаннан хабардарсыз ба? Әрине, ол маған балалармен төркіндеп қайт деп ақша бермекші еді. Қанша сұрағанында не шаруам бар? Ішімдік ішкенде отбасында жанжал шығаратын мінезі жоқ па? Қайдағы, ол сорлы арақта көтер алмайды, дереу ұйықтап қалатыны бар, деп көңілсіз күлімсіреген Әсемгүл деп күрсініп алды. Түсінікті, рахмет. Асықтарын асықпай санап отырған қара торы балаға еріксіз назары ауған тергеуші, балақай, атың кім? деп сұрады. Нұрбол, нешедесің? 6-да. Папаң қандай адам? Сен оны жақсы көресің бе? Папам жақсы, мен оны қатты жақсы көремін, деп міңгірледі ол тергеушіге назар салмастан. Сені өзімен бірге қонаққа апарама? Жоқ, оның қолы тимейді. Жарайды, дәу жігіт бол, деп орнынан көтерілген ол Нұрболдың басынан жеңіл сипап сыртқа беттеді. Қабылжан қатты жүдеді. Отбасының жалғыз асыраушысын абақтыға қамап, күдікті ретінде ұстағалы 2 ай зырлап өте шықты. Ара-тұра әйел бала-шағасы келіп ас ауқатын беріп тұрғанымен өз бетінше еркін жүріп тұрып қалған ол тар қапаста жаралы бөрідей аласырып тыным таппады. Тор терезенің ар жағындағы әрбір тықыр мен дауысқа елегізіп ескетіп жүр. Тергеуші мен адвокаты әрегідік келіп бірді-екілі сауал қойғаны болмаса, артық ауыз ештеңе айтып жарытпады. Ойпырмай, мұндай болар деп кім ойлаған? деп өз ойымен әуреге түскен ол түн баласы ұйқыдан да қалған. Бастырылып оянатын болған. Түнеу күнгі марқұм Жаппар алқымынан қысып жатқандай шошып оянған. Еріксіз қорқыныш өне бойын билеп дегбірі қашып жүр. Соттаса да бала-шағамды ескеріп аздаған мерзім берсе жарар еді, деп өзін-өзі жұбатуға көшетінді шығарды. Әнеу күні адвокаты Қанат есімді жас жігіт келіп, жаныңыздан қосып ештеңе айтпаңыз, сізді ертерек шығару мүмкіндігін қарастырып жатырмын, деп сөнуге айналған үміт шоғын үрлеп кеткен еді. Сарғалдақ ауылында Жаппар мен Зора өлімінен кейін ел үшін үрей жайлап, көп ешкім бір-біріне ашылып сыр айтпайтын болған. Барлығы бұйығы тірлік кешіп, түтін түтетіп жүріп жатты. Тек ауылдан бұрын көшіп кеткен Қажытайдың сотқар баласы жиірек төбе көрсететін болған. Қос бірдей өлімнің құпиясы осы бәледен болмаса нетті, деп жұрт сыпсың әңгіме де таратып көрді. Бірақ ұшарын жел, қонарын сай білетін Саматтың бар есіл-дерті арақ ішіп аяқ босату. Учаскелік уәкілге бірнеше рет бас сұққан сотқарды өлім болған күні өлесі мас күйінде көрші ауылдан көргендер де бар болып шықты. Дегенмен тексеру қажет деп тапқан учаскелік уәкіл Қастаев оның таныстарын аралап шыққан. Бәрі бір ауыздан Көкөзекте құрылыста болғанын, тапқан ақшасының жартысын жұмсап жүргеніне куәлік етті. Қасымханов майор Қастаевқа күдікті азаматтан көз жазбауды тапсырған болатын. Тергеуші Қасымхановтың кабинетіндегі телефон безілде жөнелді. Тыста темекі шегіп тұрған ол ұзақ шырылды құлағы шалып жұмыс кабинетіне жүгіре кірді. Капитан Қасымханов тыңдап тұр.
Капитан, бұл Қастаев қой. Сарғалдаққа шұғыл жетуіңіз керек. Не болып қалды, майор? Самат ауруханада сандырақтап жатыр. Арақтан уланған. Қазір жетем, қасынан кетпе. Ауданнан уазикпен шаңдатып жеткен тергеушінің алдынан бірінші шыққан Қастаев қаз дейіп тұра қалып баяндауға кірісе бергенде қолын сілтеп қоя бер деп белгі берген Қасымханов бірден аурухана палатасына озды. Ес-түссіз жатқан маскүнем жігіт су деп қана сыбырлайды. Қастаев, бұл не деп сандырақтады? Әлде біреудің атын атап көмектес деп қайталай берді. Анық естідің бе? Иә, Мұратхан аға, көмек дегенін ғана ұқтым. Қасымханов Саматтың жанына тақау отырып тіл қатып еді, анау селт етпеді. Түсінікті, өз-өзіне кетсе, дереу ауданға жеткіз. Ұқтың ба? Жақсы. Қасымханов қайта ауданға аттанған соң ымырт үйірле Самат көзін зорға ашып, мен білем оларды. Мен кеш деуге ғана шамасы келіп үзіліп кетті. Көп ұзамай майор Қастаев Қасымхановқа байланысқа шықты. Изолятордағы Қабылжанға кестеден тыс кірген Қасымханов шұғыл 1-2 сауал қойып үлгерді. Қабеке, айтыңызшы, сіз Мұратхан деген есімді естуіңіз бар ма? Жоқ, есіме түспей тұрғаны. Сонда да мықтап ойланып көріңіз. Есіңізге түскен жағдайда бір хабарын айтарсыз. Сарғалдақ ауылындағы сыпсың өсек Қажытайдың жүгірмегін өлтіріп кетіпті. Соның қатысы бар көрінеді Жаппар өліміне. Бәсе, жүрісі жаман еді деген тіркестермен шұбатыла берді. Әсемгүл келіп мән-жайды естірткенде Қабылжан қапелімде не дерін білмеді. Мүмкін емес қой бұл. Араққа салынып кеткен жігіттің қаншалық қауқары бар дейсің? Жаппекең оны жапыра салмас па? Екі шынтағын басына төсеп төбеге қарап жатқан Қабылжан қым-қиғаш ой иіріміне батты. Иә, бір жерден естіген тәріздімін. Мұратхан. Мұратқали ма еді? Тоқта, бұны кім айтып еді? Иә, марқұм Жаппекеңнің өз аузынан естіп едім ғой. Бір танысы болар, сірә кәсіпкер сымақ біреу болар. Тергеу жұмысына қаңғыған қауесеттері соншалық, соны мәліметтері жеткізбесе де, сол бағыттағы болжамдарды сүзіп шығу қажеттілігін ескерткендей. Тергеушінің кәсіби интуициясы алдамаған тәрізді. Енді тек марқұмдардың араласқан ортасымен жұмыс жасау қажеттігі сұранып тұр. Саматтың мәйітіне жүргізілген сараптау қорытындысы да дайын болып, ол араққа қосылған мышияқтан уланған деген қорытынды шығарылды. Яғни, қасақана кісі өлтірудің тағы бір фактісі. Тергеуші іс материалдарының барысы туралы есеп беруге прокуратураға барып, күдіктілерді қамауға рұқсат алып шықты. Қасымханов Ақтоғайда көп бүгілмеді. Іздеу, сұрау салған адамдардың қалада болмауы себепті ол сезік ұялатпас үшін туыстарын беймезгіл мазаламастан кері қайтты. Арақтан уланып өлді деген Самат жер қойнына тапсырылған соң барлық дүкендер мен шағын киоскілерге тексеру үршіп кетті. Ауылдарда жеке үйлерде тығылып спиртті ішімдік сататындардың да басына қара бұлт төнді. Тым-тырыс ештеңе болмағандай, олар да өмір көшіне ілесіп кете барды. Өз ойымен әуре болып отырған Қабылжан Жаппар өлімінің себебін өзінше топшылап көрген. Жаппардың азды-көпті табыс тауып жүргені әрине таныстарының ішін тырмалайды. Бір жағынан ол мінезді адам, бар жоқ деп кесіп айтып, қажетті тұста тіке сөйлеп жүре береді. Үйден көп сомадағы ақшаның жоғалуына қарағанда, оның біреулерге берешегі болуы да кәдік. Қанша жерден табыскер болғанымен, оның да біреулерге күні түсуі заңды. Менің отырысым мынау, пышақтың кесірінен шатылғаным. Қанша жерден қаттылау болғанымен, қайырымы бар пендейді жарықтық, деп ауыр күрсініп алды. Шамалыдан соң камераның ауыр есігі сықырлай ашылып, адвокаттың төбесі көрінді. Қабеке, айтып едім ғой, әділдік бізде деп, қолхат арқылы шығатын болдыңыз. Қуанудың орнына сықырлауық темір тапшаннан сүлесек сырғып түскен Қабылжан енді барар жер, басар тауы жоқ жандай ілбіп, есіктен еріксіз шыға берді. Ол жол бойы Жаппар үйіне келіп кетіп жүрген бейтаныстардың түр-түсінің нобайын еліктен өткізумен болды. Еңгезердей біреу бұл мал жайғап жатқанда келіп Жаппармен оңаша ұзақ сөйлескенін аңдаған. Мұратханы сол болмаса нетті.
Басқармаға шұғыл шақыртылған Қасымханов бастықтан оқыс оқиға туралы хабар алды. Жаппардың таудағы малшыларын әлдегімдер аяусыз соққыға жығып, байлап матап бар жылқыларын қуып кеткені, сол жаққа сот жетуін, жапа шегушілерден сұрақ жауап алу мен күдіктілердің дерегін анықтау тапсырылды. Атаспас шатқалында қорада отырған малшыларды бұлар жеткенше өзге көрші малшылар байлаудан босатып, әл-қуат жиғызып та үлгеріпті. Бет-ауыздары көк-пеңбек домбыққан екі жылқышыны еш жиғызбастан сойып салғаны көрініп тұр. Ішіндегі үлкені қысық көз бәкене бойлы кәрі жылқышы қарақшылардың алыстан келмегенін айтумен болды. Мен білсем, мына құзғындар бұрыннан Жаппарды білетін есебі бар қулар ма дедім. Дауыстары аса кексе адамдардың дауысы емес, жас шамалары 40-50-дің арасындай көрінді. Қарлығыңқырап сөйлегендері жасанды екені білініп ақ тұрды. Жылқы құрысын, табылар, бұлар бізді Жаппардың соңына жіберуге шақ қалды емес пе? Ақсақал, қарақшы топ кеткелі шамамен неше уақыт өтті? Таң сүбірлеп келе жатқан, шамалауымша 5-6 болса керек. Жылқыларды өртен сайға өрлетіп келе жатқан бетіміз еді. Қайырып тастап, кері қайтуға оқталғанымызда ту сыртымыздан 5-6 атты шауып жетіп, соққының астына ала жөнелді. Жылқылардың жас құмалағын байқастаған жылқышы. Олар ұзап кеткелі 5-6 сағат. Шамамен Қызылсайға тұмсығы іліктіріп алды. Басқа бағыттың бәрі жазық алқап, деп сауатты пайым білдірді. Онда не тұрыс? Оперативті топпен рация арқылы байланысқа шыққан Қасымханов Қызылсайдың алдын тосуды қадап тапсырды. Барымташылар 5-6 сағат ішінде Қызылсайдан өтіп кетсе, қырғыз асып кетуі әбден мүмкін. Онан соң ағайындық дау-дамайға ұласып кетуі де ғажап емес. Қырғыздардан қарақшылар қайтарылғанша қадым уақыт қарыштап кетері тағы бар. Қарақшы топ қарулы болуы да бек мүмкін. Сол себепті ерекше мақсаттағы жауынгерлерді де жасақтап алған жөн деп ескертілді. Бассыз барымташылар шынымен тау бөктерлеп қиялай қайырып шекаралы аймақтағы Қабансай шатқалына бой тасалауға ұмтылды. Қас қарайғанша бөктерлерден жылқыларды аман сау өткізсе, ар жағы жеңіл асу. Шаруа тәмәм, келісілген ақыны алып, ізім ғайым жоқ болуды ғана көксеп келеді. Ішіндегі ірі денелі, сом білекті сотқардың тақымына қысқан қос ауызының ұңғысы үңірейіп үрей шақырып тұрғанда еді. Өңгесінің белінде қысқа дүмбілі шолақ мылтық сандарын соғып салаңдап келеді. 5 басбұзардың басшыларынан алған қатал тапсырмасы Қабансай арқылы асудан өтсе, әр жақтан қырғыздар күтіп алмақ. Басқа шаруа өзгенің бас қатырар ісі, келісілген құнның жарымы алдын ала өтеліп те қойған. Бұл іске ұрылар тұмсықтыға алмайды. Ендігі ойлары қырғыз сыбайластарымен ары өтіп, көлікке мініп айналма жолмен елге қайту. Алайда шұғыл іс-әрекетте полиция олардың орынсыз армандарының алдын орап кеткендерінен хабары жоқ еді. Қасымханов басқарған шұғыл оперативті топтың жедел тұтқындау қызметкерлері арнаулы жол талғамайтын көліктермен Қабансайдың етегінде бекітілген нүктелерге орналасып та үлгерген болатын. Ет пісірім уақыттан соң жылқылардың шұбырған шаңы көзге шалынды. Олар қабандының қақпасына тұмсық іліктіре қоршауда қалғандарын кеш бағамдап қалды. Барымташылардың басы болып келе жатқан ірі денелі көк соққан қос ауызды қайда бағыттарын біле алмады. Ол атын борбайлата қиябетке шапқанымен шалт қимылды әбжіл топ адым аштырмады. Пышырап қай бағытқа тізгін жіберлерін біліп болмады. Автоматтан әуеге дүркін-дүркін атылған оқуларды ат үстінен аударылып етпеттеп жерге жатуға мәжбүрледі. Жылқылар тиісті аумаққа жеткізіліп, арнайы қораға қамалғанымен, қолға түскендер тегіс Қосөзен ауданына әкетіле бастады. Қасымханов барымташыларға жеке қылмысты іс ашуға кірісті. Ұрлық қылмысы бойынша қолға түскен алтылықтың артында қалайда қаржылы топ бары онсыз да мәлім еді. Қасымхановтың басын қатырғаны, егер де бұлар құр барымташы ғана болса, істің құрдымға кеткені. Тапсырыс берген де, тапсырманы берген адам да ізім қайым болары сөзсіз.
Барымташы топ лидері Көксоққаннан алынған сұрақ-жауап ешбір нанымды фактіге арқау бола алмады. Әр нені бір шалып қырғыздарға қарыз есебінен мал айдап жеткізуге келіскенін келістіре айтқанымен, тергеу ісіне нақты жауап болып тіркелмеді. Көксоққан көрші елге жеткізбек болған жылқыларды күтіп алмаққа әрекеттенген қырғызстандық күдіктілері сол жақта тұтқындалды. Қырғызстандық сақшылар берген мәліметте Сабиров дегеннің дерегі қылаң берді. Ол Қазақстан жақтан мал өткізбекке уағдаласып, ақшаны Қырғыз банкісінде қалдыруға келісім берген болып шықты. Мұратқали Сабиров пен Қажымұрат Қабаев деген екеудің дерегі су бетіне қалқып шыққан қалтқыдай бірте-бірте айқындала бастады. Барымтаға барғандардың басым көбі осы екеудің айтағымен жылқы ұрлағандарын айғақтап берді. Қасымханов қалайда Ақтоғайдағы күдіктілердің пәтеріне қарауыл қоюды, кезі келсе тұтқындауды қолға алуға кірісті. Қанша қырағы бақылау орнағанымен күдіктілер төбе көрсетпеді. Араға апта салып, тыңшылардың берген мәліметі бөтен екеудің көрші Қос өзен жақта өзге біреудің үйін жалға алып, жан тайып жатқанын мегзеді. Қабылжанды өздерімен бірге алып шыққан Қасымханов жетекшілік еткен шұғыл әрекет ету тобы күндіз бақылау орнатып, ет пісірім уақыттан соң тысқа шыққан мығым денелі кісіні көрсеткенде, дәл осы Жаппардың үйінде көргенім, деп көзі атыздай болған. Шұғыл тұтқындау тобы күдіктілерді еш қарсылықсыз бас аяғы 30 минут ішінде қолға түсіріп кісендеп алып кетті. Ауданға әкелінген соң дәйекті дәлелдер мен айғақты заттар алдыға қойылып, беттестіру барысында Мұратқали мен Қажымұрат өз айыптарын біртіндеп мойындарына алған болатын. Алайда олардың арнайы есеп шоттары бұғатталып тексеру кезінде дәл Жаппар өлімінен соң көп ұзамай ірі сомадағы қаражат есептеріне аударылғаны расталды. Тиісті сараптау мен саусақ таңбалары сарабының қорытындысы дайын болған соң, олар жалтаруға еш себеп таба алмады. Бәрі ақшадан басталды. Жаппар маған көп сомада ақша қарыз еді. Жартысын қайтарғанымен қалғаны созып жіберді, деді басын төмен тұқыртқан Сабиров. Қайтаратынын білсек те, біз оның көп сомада ақшасы барына көз жеткізбекке түнделетіп үйіне жеттік. Әйелі екеуі бізге есік ашпаған соң, сол ауылда арақ сұрап жүрген Самат деген маскүнемді алдыға оздырдық. Дереу оны Жаппардың үйіне жібердік. Ол мастығынан айықпаған күйі Жаппардың өзін алдау сұратып сыртқа шығарған сәтте лап қойдық. Бетперде киіп алған бізді тек сол Самат қана танып білді. Кейінірек оның өзін араққа у қосып өлтірдік. Сол түн ауласында Зораны да, Жаппарды да біздің баскесірлер бауыздап өлтірді. Үйде ұзақ түнте алмадық, табылғанын алдық. Шамамен 20 миллион. Мүмкін басқа орынға тыққан болар. Ал мал жайғайтын кездікті неге өздерімен бірге алып кетпедіңдер? Қасымханов отты жанарымен Мұратқалиға ұзақ тесілген. Қапелімде аузына сөз түспеген Сабиров, ол кездікті резеңке қолғап киіп Жаппардың қанын жағып арыққа лақтыра салдық. Қандай мақсатпен? Себебі қасапшыны күдікке іліктіріп, іс жасырармыз деген үміт басым болды. Түсінікті. Ал өз сыбайластарың тек екеуіңнің тапсырмаңмен әрекет еткен жоққа шығармайсыңдар ғой. Алы жылқылар Жаппардың өзіне тиесілі мал екенін біле тұра, неліктен тағы бір қылмысқа қадам бастыңдар? Бұл менің жеке тапсырмам. Мұратқали мүдіріп барып сөзін қайта жалғады. Қырғызстандағы досым Бейшеннен $10,000 қарызға ақша алып, қайтарымы ретінде мал айдап әкеп беруге уәде еткен болатынмын. Бейшен де ұсталды. Оның банк есеп шоттары толық бұғатталды. Сіздің де астыртын шоттарыңыз анықталды. Мұратқали басын төмен салған күйі жұдырығын түйіп тергеушіге тіке қарамастан, бұл біздің маңдай термен тапқан бизнесіміздің ақысы, деді тұтығып. Сонда сіз біреудің маңдай термен тапқан нәпақасын қанмен тартып алғанды бизнес деп түсінесіз бе? Бұл өмір, бастық, кім күшті сол жеңеді. Жоқ, айыпталушы, сіздің өмір ол. Біздің өмір адал еңбектен тұрады. Басқа сауалыңыз жоқ па? Деген Мұратқалиға ұзақ тесілген Қасымханов. Ендігі сауал сот залында болады, Сабиров мырза, деп қара папкасын тарс жапты. Келесі тәулікте Қабылжан Қайнаровтың үйіне соққан Қасымханов оның заңсыз қамақта ұсталғанына байланысты ақталғаны туралы сот шешімін қолына ұстатқанда, ұзақ үнсіз отырып ол еңкілдеп жылап жіберді.
Қабылжан Жаппар өлгенде булығып, қыстығып жылай алмағанын енді сезді. Көз алдына келген Жаппар бейне иығынан ұстап сабырға шақырғандай еді. Еріксіз өн бойы дір еткен ол жасты көзін ашқанда Қасымханов оған басу айтып тұрған болатын. Хикаяттың соңы оқыған Роза Сұлтаналиева.